Баршаңызға сәлем. Бүгін машақаты аз, супер қаттамалы самса жасаймыз. Ол үшін керегі 1 шай қасық ашытқы, 1 шай қасық тұз, 1,5 шай қасық қант, 2 ас қасық сұйық май, және 300 мг жылы су. Араластырамыз. Шамамен 400-450 грамм ұн. Оны мен алдын ала үйлеуіштен өткізіп алдым. Ұн көп болмаған дұрыс, әйтпесе қамырымыз тығыз болып кетеді. Кішкене сұйық май құйдым, жабыспас үшін, жаңағы суға жеңіл болу үшін. Ысып болғаннан кейін жақсылап бетін жауып 1 сағат жылы жерде қойып қойдым, көтерілу үшін. Осы уақытта ішінде қоспасын дайындадым. Оған керегі 1 жуан ұсақтап турадым. 300 граммдай шамалап фаршқа қостым. Картошканы да 4 бұрышты қылып ұсақтап турадым. Жуамен фаршқа қостым. Бір шай қасық тұз қостым. Дәміне қарай зираны қостым. Және қара бұрыш. Енді жақсылап бәрін араластыру керек. Бәрі дайын болған кезде, нанымыз көтерілген кезде, нанымыз кішкене ысып алдым да, 2-ге бөлдім. Біреуін кішкене алып қойдым. Нанды кішкене оқтоймен ысып аламыз. Бір жағына сары майды шамалы ғана жақтым, көп жақпай. Жақ болғаннан кейін аударып, келесі жағына сары майды көптеп құйдым. Менде шамамен 100-150 граммдай сары май кетті, 2 нанға да. Енді нанымызды жұқалап тартамыз. Осылай көрсеткендей видеода жақсылап тарту керек. Кәдімгі жұқа болу керек, тақтайдың артып көріп жататындай. Сосын ұзын қылып турадым, бәрін кесіп бөліп алдым. Әр бетіне 1 ас қасық фаршты және қоспамызды салдым. Сосын бәрін бүктеп жинап алу керек. Ортасынан дейін ғана бәрін бүктедім, өйткені шеттері аяғына дейін жұқа болмапты. Видеода өзіңізді көріп тұрсыздар. Қалғанын ортасын кейін ұзартып, жұқа қылып тартып шығарып алдым тағы да. Ол видеоға түспей қалыпты. Ортасынан дейін ғана осылай жинап алдым, кестім. Бәрі жинап болғаннан кейін жұмыртқаның сары уызымен жақтым. Және де духовкада 190 градус қызып тұрған пеште 30 минут пісірдім. Ал енді дәмді самсаны көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.